Ұшақ апатынан қаза тапқан 12 адамның есімдері анықталып, тізімі жарияланды. Опат болғандардың арасында әріптесіміз Информбюро KZ порталының қызметкері Дана Круглова. Қазақстан генералдары кеңесінің төрағасы Рүстем Қайдаров бар. Сондай-ақ әуе кемесінің командирі Марат Мұратбаев та қаза тапқан. Таңертең аман-есен Елордаға аттанған әріптесінің мәңгілікке қайтып келмейтініне ешкім сене алар емес. Марқұм Дана Круглова отыратын үстел үсті әдеттегідей жып-жинақы. Алайда оның қаламсапты енді ешқашан қолына ұстамайтыны, визиткасын ешкімге ұсынбайтыны өкінішті. Редакция ұжымы Дана ертең Алматыда өтетін жиналысқа қатысу керек болғанын айтады. Бірақ ата-анасын сағынған ол жаңа жылды Нұр-Сұлтанда қарсы алуға бекініп, Бек Эйрға билет алыпты. Папасы мен мамасы Нұр-Сұлтанда тұрады. Соған сұранған өзі жақында. Бірақтан мен билет алып қойдым, алдын ала мамам күтіп атыр, папам күтіп атыр, жаңа жылды бірге өткізем деп айттым, соған бара берейінші деп сұранған. Сосын жібердік, енді әрине біздер ондай ойлады деп кім ойлаған. 35 жастағы Дана Круглова Қарағандыда оқу орнын тәмамдаған. Өткір мақалаларымен көзге түскен ол жергілікті басылымдарда қызмет атқарған. Ал 2016 жылдан бері Информбюро KZ порталында жұмыс істейтін Дананың жақында қызметі жоғарылап, шығарушы редактор болыпты. Марқұммен кезінде бірге қызмет еткен құрбылары оның нағыз кәсіби журналист болғанын айтады. Дана екеуміз жергілікті Вечерняя газета редакциясында бірге қызмет етіп, бір кабинетте отырдық. Ол мәселені ұсақ деп қарамай, барлық оқырмандарға көмектесе білетін. Таза кәсіби журналист еді. Қиын тақырыптарды қаузап, тіпті қылмыстық істерді зерттейтін, әрқашан шындықты іздеп жүретін. Қазір ұшақ апатынан қаза тапқандардың тізімі жарияланып, марқұмдардың аты жөндері анықталды. Опат болғандардың арасында Қазақстан генералдары кеңесінің төрағасы Рүстем Қайдаров та бар. Сондай-ақ елордалық дәрігер Арман Исина мен саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған Базархан Кәрібаева да оқиға орнында жан тәсілім еткен. Ұшақты дізгіндеген экипаж командирі Марат Мұратбаев та сол жерде қаза тауыпты. Айта кетейік, марқұмдардың көбі ауруханаға жетпей, апат орнында бақилық болған.